Дұрыс айтасыз. Ең бірінші мен анамын. Мұғалімнің алдында ана деген үлкен миссиям бар. Ұлым бар, аты Ибрахим, қазір 2-ші сыныпта оқиды, 8 жаста. Жалпы біз 5 жастан бастап баламды Есік қаласындағы түрлі үйірмелерге апардық. Ең бірінші, жалпы мына қазақ оқу орталықтары болмаған кезде почемучкадан бастадық. Аптасына 2 рет орыс почемучкаға барып, балалармен, яғни ойнауды, жалпы сурет салуды, ағылшын болсын, кішкене сондай бір үйірмелерге апарып, есімде аптасына 3 рет апарып 2 сағат күтіп отыратынбыз. Біткенше 2 сағаттан кейін алып кететінбіз. Одан кейін өсе келе фортепианоға барды. Бізде жалпы Есік қаласындағы средний мынандай зарплата ол 80-90 мың. Мен сол уақытта жалпы фортепианосы бар, суреті бар, және де хореографиясы бар. Мен осы 3 үйірмеге балама 35 мың теңге төлейтінмін. Мектепте жұмыс істеп жүріп. Бірақ мен сол ақшамды аямайтынмын. Балама жасалып жатқан үлкен инвестиция ретінде қабылдайтынмын. Есімде 4 ай бойы фортепианоға қатысып, фортепианосын сатып алдық. Оның кітабы Есік қаласында жоқ екен. Есімде Алматыға келіп, бірнеше осы кітап сататын дүкендерді аралап, ана кітапты әрең заказбен алдыртқан болатынбыз. 4 айдан кейін мама, мен фортепианоға барғым келмейді дегенді естідім, маған ұнамайды. Сосын ойланып келіп, жарайды, егер ұнамаса, басқасына барайық деді. Мен басқа, мысалы, шахматқа барғым келеді деген сияқты айтты. Сол кезде ешқандай бір балаға ұрсу, балаға ренжу, баладан көңіл қалу деген нәрсе болған жоқ. Себебі бала көрді, бала оны істеді. Бірақ ол уақытында түсінді, ол оныкі емес. Ол әрі қарай оны жалғастырып оқысы келмейтіні уақытында түсінді деп ойлаймын. Сондықтан мен әрине оны қолдадым. Одан кейін біз шахмат деген сияқты үйірмелерге қатыстық, хореографиямызды ары қарай жалғастырдық. Одан кейін суретке бардық деген сияқты. Осындай үйірмелерге қатысып жүрдік. Кейіннен осы шәкірт онлайн мектебі мен қалаға қоныс аудардық. Қазіргі таңда менің балам Зердеш зияткерлік мектебі жылына 1,5 миллион төлейтін, және ішінде 5 үйірмесі бар. Ішінде 4 рет берілетін тамағы бар. Сонымен қатар бір сыныпта 15 баладан аспайтын ағылшын және математика тереңдетіліп өтетін жеке меншік зияткерлік мектепте оқып жатыр. Өте ризамын, балам да өте риза. Қатты ұнайды. Ал енді осы қазір мына балама осындай қымбат мектепте оқуына, қымбат үйірмелерге барып жатқанына, ол ең бірінші балаға деген инвестиция жасалып жатыр. Ол міндетті түрде өскеннен кейін ол қайтарымы болады. Әрине, қайтарымы болсын деп жасап жатқан жоқпын. Мен оның, яғни баламның жарқын болашағы болсын, болашағы жарқын ел азаматы болсын деп тәрбиелеп, осындай қадамдарға барып жатырмын. Қазір енді шәкірт онлайнмен бірге байланыстырып кетейін. Шәкірт онлайн біздің курстарымыз 990 теңгеден басталып, ең жоғарғы жылдық пакет 15, 20, 30 мыңға дейін барады. Ол жылдық, яғни бір жыл бойы 35 мың теңгеге оқиды. Ең аз деген керемет курстарымыз 990 теңгеден басталады, марафондарымыз. Көп ата-аналарға не айтқым келеді? Балаға салынған инвестиция оның жарқын болашағы. Ал әр баланың жарқын болашағы ол біздің Қазақстанның жарқын болашағы деп айтқым келеді. Сондықтан балаларыңыздан ештеңе аямаңыздар, уақыт бөліңіздер және олармен бірге дамысаңыздар. Міне, ең басты ол ана мен баланың арасын өте қатты жақындастырып, махаббатын одан ары махаббаты жана беретін ұлы сезім деп ойлаймын. Сондықтан ана ретінде ананың үлкен миссиясы осы баланың жарқын болашағына деген қадамын біздің шәкірт онлайнмен бірге жасасаңыздар деймін.